Бүгін мен сізді өте кедей елмен таныстырамын. Бұл елде жұмыссыздық деңгейі 66%, сауаттылық 62%. Халықтың 80%-ы кедейлік шегінен төмен өмір сүреді, ал халықтың 6%-ы спидпен ауырады. Бұл аса жоғары деңгейде жемқорлық жайлаған ел. Осы көрсеткіш бойынша әлемде алдыңғы орындардың бірінде тұр. Халықтың жартысы тіпті оқида, жаза да алмайды. Шетелде оқитын ел тұрғындарының басым бөлігі оқуын бітірген соң еліне қайтпайды. Әр 100 мың адамға бар болғаны 10 шақты медбике және 25 дәрігер ғана келеді. Азаматтардың жартысынан көбі аштық пен тамақ жетіспеушілігінен зардап шегеді. Жалпы кедейшілікке қарамастан, мұнда лотереялар өте танымал. Мұнда әлі күнге дейін үкіметке қарағанда сиқыршыларға көбірек сенеді. Ал өркениет ірі қалалардың шегінен шықпайды. Бұл тұрғындары 220 жыл бұрынғы ата-бабаларынан да жаман өмір сүретін жалғыз мемлекет. Осы елде болған белгілі ресейлік блогер Илья Варламов былай деп жазған: бұл мемлекетті қалай дайындауға болады? Рецептін жазып алыңыздар. Магадишодан алынған сомалилік қирауды негізге алып, оны Кабулдың кіремен араластырамыз. Оған аздап үнділік сасық иіс, Киншосадан 2 уыс конголық тағылық, Кот-д'Ивуардан біраз ашу қосасыз. Енді нигериялық кептелістерді қосамыз. Дәмін келтіру үшін Пәкістанның өрнекті автобустары мен Ресейдің жемқорлығынан бірнеше тамшы қосып әсемдейміз. Одан кейін баяу отқа қойып, оған бітпейтін табиғи апаттар, аштық пен мемлекеттік төңкерістерден дайындалған соус құямыз. Көріп тұрсыз ба? Бізде Гаити шықты. Әлемдегі ең кедей елді қалай анықтауға болады? Бір елді кедей деп тану үшін көптеген факторлардың жиынтығы керек. Бір ғана көрсеткішпен елді ең кедейлер қатарына жатқызу қиын. Бұндай рейтингтерді жасайтын мамандар үшін экономикалық тұрақтылық, білім деңгейі, медицина және елдің саяси жүйесі маңызды критериялар болады. Осындай талдау нәтижесінде кедей мемлекеттердің тізімі жасалды. Халық саны, жалпы ішкі өнім деңгейі, саясат және табиғи ресурстарда маңызды рөл атқарады. Кедей мемлекеттер соғыстардан немесе табиғи апаттардан кейін экономикалық тұрғыда әлсірейді. Қазіргі таңда әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып табылатын Гаити мемлекеті. Кариб теңізінің табиғаты жомарт әрі алуан түрлі. Алайда Кубаның маңындағы Гаити аралы әлі күнге дейін көптеген мәселелерден зардап шегуде. Аралдың жартысын алып жатқан Гаити мемлекеті тұрақсыз экономикасы мен шайқалған саяси жүйесі бар әлемдегі ең кедей елдердің қатарына кіреді. Тәуелсіздік алғаннан бері өкінішке қарай жағдай тек нашарлап бара жатыр. Сондықтан туристер Гаитиға бармайды. Мұндағы өмір қиын, ал туристер үшін көшеде жүру қауіпсіз емес. Гаити қорқынышты стереотиптердің жиынтығы. Зомби, вуду қуыршақтары, Дювальве диктаторының зұлым гвардиясы, Тантун Макуттар, мемлекеттік төңкерістер, циклондар мен кедейшілік. Мұның бәрі Гаити республикасын әлемдегі ең аз баратын елдердің біріне айналдырады. Алайда егер колумбиялық кокаин мафиясының мүшесі болмасаңыз, саяси митингілерден аулақ болып, Бакор атты балгерді ренжітпесеңіз, онда болуы мүмкін ең қорқыныштысы Порт-о-Пренстен Коп-Айтенге баратын жолдың жартысында пакеттермен сатылатын бұзылған медиадан улану. Егер 30 жыл бұрынғы географиялық деректерді және бүгін Гаити туралы жазылғандарды алсақ, онда да, мұнда да бір нәрсе айтылады. Гаити әлемдегі ең кедей елдердің бірі. Гаитидегі кедейлік бұл экономикалық дағдарыс емес. Бұл осы елдегі бірнеше ұрпақ бойы тұрақты қалыптасқан жағдай. Халық саны 11,5 миллион. Гаитидің жалпы аумағы 27.750 шаршы шақырым. Орташа өмір сүру ұзақтығы 65 жыл. Гаитидің негізін қалаушы Жан-Жак Десалин 1804 жылдың күзінде жаңа республиканы тек қара нәсілділерге арналған деп жариялап, ақ нәсілді халықты қырып жоюға бұйрық берді де өзін император деп жариялады. Ол ұзақ билік құрған жоқ. 1806 жылдың 17 қазанында
оны жаңа мемлекеттік төңкеріс кезінде өлтірді. Содан бері Гаити тарихын мемлекеттік төңкерістердің, қастандықтардың және кісі өлтірулердің бітпейтін тізбегі сүйемелдеп келді. 20 ғасырда елдің саяси элитасы америкалықтар тәрбиелеген кадрлардан тұрды. Солардың бірі Франсуа Дювальве. Оған Гаити тарихын алдағы бірнеше ондаған жылға анықтау бұйырды. Дювальве кәсібі бойынша дәрігер болып, сүзекпен күресте үлкен рөл атқарды. Соның арқасында жақсы бедел жинады. Жақсы дәрігердің шексіз билікті армандайтынын ол кезде көпшілік білмейтін. 1957 жылдың 22 қазанында жаңа президенттік сайлау өтті. Бұл сайлауда Франсуа Дювальве жеңіске жетті. Папа Док деген лақап ат алған Франсуаның билік кезеңі Гаитидің қорқынышты тарихындағы ең сұмдық кезеңдердің бірі. Дювальве тек мемлекеттік бюджетті тонап, оппозицияны басып қана қоймайтын. Папа Док өзін вуду сиқыршысы және өлілердің көсемі деп жариялап, сауаты төмен халық арасында шынайы мистикалық қорқыныш тудырды. Ол Тонтон Макуттарға сүйенді, саяси сенімсіз деп күдіктелген кез келген адамды өлтірген. Ал оның орнына тонауға және өлтіруге рұқсат алған ерікті жасақтар Тонтон Макуттар адамдарды тірідей өртеп, таспен ұрып өлтірген. Құрбандардың денесін қорқыту үшін көпшілікке көрсетіп қоятын. Папа Доктың президент сарайында азаптау камерасы болды. Оның ішінде адам сығатын арнайы жәшікте бар еді. Ішіне құрбандарды жауып, пышақ жүздеріне толы жәшікті біртіндеп қысып, азаптап өлтіретін. Папа Док рекеттен де тыйылған жоқ. Аралдағы барлық кәсіпкерлер оның қорына ерікті қайырымдылық төлеуге міндетті болды. Гаити азаматтары Дювальвенің нақыл сөздері жазылған кітапты сатып алуға мәжбүр еді. Вашингтонда Дювальвенің қылмыстары туралы жақсы білетін. Бірақ ол Америкаға адал болғандықтан, оған әртүрлі қолдау көрсетілді. Оны Кастро Кубасына қарсы күш ретінде пайдаланды. Сонымен қатар Папа Док америкалық компанияларға барлық мүмкін болатын байлықты сорып алу үшін тамаша жағдай жасап берді. ақш билігінің басқа өкілдерінен айырмашылығы Джон Кеннеди Дювальвеге сүйсінген жоқ және Папа Докты шыдай алмайтынын ашық білдірді. Бұған жауап ретінде Дювальве вуду қуыршағын жасап, оған ине шаншып, ақш президентіне қорқынышты өлім тілейтінін жариялады. Папа Докқа көпшілік күліп жүрген. Бірақ Джон Кеннеди Даллас қаласында атылғаннан кейін, оның отандастары арасындағы ықпалы айтарлықтай артты. 1971 жылы Папа Док қайтыс болды, бірақ Гаитиде ештеңе өзгерген жоқ. Өйткені жаңа президент болып, оның 19 жасар ұлы Жан-Клод Дювальве Бэби Док сайланды. 1986 жылы ақш Дювальве әулетінен Вашингтонға пайданың орнына көбірек проблема келе бастағанын түсініп, Бэби Док мемлекеттік төңкеріс нәтижесінде құлатылды. Кіші Дювальве $100 миллион алып қашып кетті. Дювальве әулеті билік еткен жылдары режимнің кем дегенде 50 мың қарсыласы жойылды. 300 мыңнан астам адам эмиграциялауға мәжбүр болды. Экономика күйреді және оны нөлден қалпына келтіруге тура келді. Бірақ оны істейтін адам табылмады. 2010 жылы Гаитиге жаңа үлкен қайғы төнді. Бірақ бұл жолы тұрғындардың еш кінәсі жоқ. Күшті жер сілкінісі нәтижесінде 220 мыңнан астам адам қаза тапты. 300 мыңнан астамы жараланды. 3 миллион адам баспанасыз қалды. Материалдық шығын ең төменгі есеп бойынша 6 миллиард евроны құрады. 10 миллион халқы бар кедей ел үшін мұндай апат нағыз ақыр заман болды. 50 елдің өкілдері Гаитиді қалпына келтіруге шамамен $10 миллиард бөлінетінін уәде етті. Ақша шын мәнінде бөлінді, бірақ Гаитиде бәрі сияқты керемет түрде ғайып болып отырды. Қалғанын айтпағанда, Астанадағы мемлекеттік мекемелердің ғимараттарының өзін қалпына келтірмеді. Бүгінгі Гаити бұл әр жерінде қоқыс жатқан лашықтар, қылмыс және қайыршылық елі. Қайыршылықпен айналыспайтын адам жоқ. Халық аралық қауымдастықтан қайыр сұрайтын биліктен бастап, абайсыз туристерден немесе бір-бірінен қайыр сұрайтын қарапайым тұрғындарға дейін.
гаитиліктер гуманитарлық көмекке үйреніп қалған. Оның бөлінуі де жемқорлық көзіне айналған. Бүгінгі Гаитидің элитасы түрлі халықаралық көмекті бөлумен айналысатын адамдар. Журналистердің айтуынша, қылмыстық схемаларға тіпті Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері де қатысқан. Гаитиде ұйымдасқан қылмыс өзін өте жайлы сезінеді. Әсіресе контрабандамен және есірткі саудасымен айналысатын топтар. Гаитидің табысының басты бабы шетелде, әсіресе ақш-та жұмысқа орналасқан бұрынғы отандастарының жіберетін ақшалай аударымдары. Социологтардың есебі бойынша олардың саны шамамен 1 миллион. Олардың елге қайтқысы келмейтіні түсінікті. Гаити адамдарды кепілге алу арқылы аты шыққан ел. Бопсалаушыларды тек бай гаитиліктер ғана қызықтырады. Өйткені олар үшін жомарт төлем қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ сол себепті колумбиялық кокаин мафиясының өкілдері де нысанға алынады. Көпшілік біле бермейді, бірақ бұл факт. ақш-қа өтетін кокаин трафигінің үлкен бөлігі Гаити арқылы өтеді. Колумбиялықтар аралға жылдам қайықтарымен келіп, жүкті қаптарға салып жағажайға тастайды. Ал оны делдалдар жинап алып, Майами арқылы ақш пен Мексикаға жеткізеді. Гаитиде алтынның, көмірдің, мәрмәрдің, боксит пен мыс кен орындары табылған. Бірақ олар игерілмейді. Жеткілікті құнарлы жерлерде бар. Айтпақшы, гаитилік кофе әлемдегі ең жақсы кофелердің бірі. Қан құрағы, сизаль, жүгері, мақта өте жақсы өседі. Бірақ алдымен жолдар, электр станциялары, мектептер мен ауруханалар салу керек болады. Мұнымен жеке инвесторлар айналыспайды. Тиімсіз. Демек сұрақ қарапайым. Дамыған елдер өз ақшаларын, әрі аз емес ақшаларын, бөтен әрі аса үміт күттірмейтін елді дамытуға жұмсағысы келе ме? Оған қоса каннибалдарды, тонтон макуттарды және есірткі саудагерлерін қарусыздандыру немесе жою қажет. Мұнымен де шетелдік әскерден басқа айналысатын ешкім жоқ. Бүгінгі таңда Гаити республикасында ойға келетін және келмейтін барлық проблемалар бір уақытта бар. Оларды қалай шешуді ешкім нақты түсінбейді. Халықаралық қауымдастық гаитиліктерді гуманитарлық көмектен айырып отырған жоқ. Бұл олардың аштан өлмеуіне мүмкіндік береді. Бірақ осының бәрімен не істеу керектігіне жауап бермейді.